Ол адам өте білімді, жауапкершілігі жоғары жан. Мектебіміздегі оқушылардың сапалы білім алып, және де болашаққа нық қадам басуына себепкер жандардың бірі. Және де ұстаздарымыз бен оқушыларымызға үлгі бола білген Әбдікәрім Бектаев атындағы жалпы білім беретін мектептің директоры Оспанов Әсет Мәтенұлы. Биылғы бітіруші түлектерге бір күнге қайта оралу мүмкіндік берсе дейді. Қай сәтті қайталауға кеңес берер едіңіз дейді. Бір ғана күнге ма? Сұрақ енді бір күн болса білмеймін енді. Қайттан басынан бастау керек болса, тек қана тәртіп сақтап оқуға көбірек көңіл бөлуді айтар едім. Енді бір күн болатын болса, онда осы мектептегі балалық шақты мейлінше сезінуге көңіл бөлген кеңес берген болар едім. Өзін не қалайды мектепте жалпы? Әрине ол мектептің ішкі тәртіп ережесіне қайшы келмейтін, кез келген осы балаға өзі армандаған, өзі аңсаған, болмаса өзі ойлаған бір іске аспай қалған дүниелер болса, соларды мейлінше жасауға мүмкіндік берген болатын едік. Бүгінгі таңда мектебіміздің білім саласына жетіп отырған жетістіктері өте көп. Осы салада қызмет атқарып жатқан директордың оқушысының орынбасары Сыдықов Тілеухан ағайға алғысымыз шексіз. Бүгінгі таңда ұстаздарымыз да мұғалімдеріміз де осы мектептің беделі үшін аянбай еңбек етуде. Биылғы бітіруші түлектер туралы фильм болса, оның атауы қандай болар еді дейді. Керемет сұрақ түсіпті маған. Биылғы бітіруші түлектер туралы егер фильм түскен болатын болса, оның атауы менің тарапынан, менің ойымша нағыз қазақтың қыз жігіттері деп атар едім. Себебі өткенде ғана біздің де 20 жылдық болды. Сендер бітіріп жатқан кезде, білесіңдер, сол кезде 20 жыл көрмеген менің сыныптастарымның барлығы өте жақсы жылы лебіздерін білдіріп кетіп жатыр. Біздің ауылдың жігіттері мен қыздары қандай, енді орысша айтқан кезде модельмен кәдімгі модельдер сияқты деп сондай бағасын беріп кетіп жатыр. Әрине, бірінші біздің оқушымыз болсаңдар, одан кейін сыныпта 5 ұл бар, сендерде, жаңылыспасам, 5 ұл біздің ініміз, 22 қыз біздің ол қарындасымызсыңдар. Сендерді жақсы көреміз. Сендердің білімдеріңе, сендердің ақылдарыңмен, сендердің көркілерің сай, өте сондай бір ерекше сыныпсыңдар. Нағыз білім мен ғылымды игерген сыныпсыңдар. Мен өзім мектеп ойлап отыр, және мен өзім тарапынан да ойлаймын. Биылғы оқу жылында бір ерекше жыл болады біз үшін. 100%-ға жоқ, 100% деп айта берейік. 100%-ға жоқ өздерінің армандаған оқу орындарына грант иегері болады дегенге мен өзім жеке басым сенемін, сенім білдіремін. Және 20 жылдық деп айтып жатыр қой, Құдай қаласа 20 жыл дегенде ол тез өте шығады екен. Сол кезде сендерді бір үлкен өздерінің салаларында жетістікке жеткен жемістеріңді көргім келеді, Құдай қаласа. Сендерге тек қана сәттілік тілеймін. Біздің мектебіміздегі бүлдіршіндеріміздің сапалы білім алып, және де олардың тәртібі мен тәрбиесіне ерекше көңіл бөлетін бастауыштағы оқу және тәрбиесі жөніндегі орынбасары Роза апайымызға алғыс айтамыз. Маған мынандай сұрақ берілген екен: биылғы бітіруші түлектерден нақты қандай естелік өмір бойы жадыңызда сақталады деген екен. Жалпы мен бұл сұрақты айтатын болсам, бұл сыныптарда менің өзімнің тұңғыш қызым Нәзірбек Бейбайша қызым осы сыныпта 6 классқа дейін оқыған. Сонысымен маған бұл сынып өте қатты ұнайды. Сыныпта 15 қыз болатын және 5 ұл болатын. Қыздар көп жерде әрине барлық нәрсе ойдағыдай болып және ұйымшыл сынып болатын. Осынысымен менің мәңгі жүрегімде және естелік болып қалады. Қазіргі таңда қызым Дарын мектебінің
11 сыныбын бітіріп жатыр. Ауылдағы да сыныптастарымен байланысып тұрады. Сондай өте ұйымшыл сынып, оқуда да озат, тәртібі де жақсы. Биылғы бітіруші түлектерге тек қана сәттілік тілеймін. Әрқашанда үлкен өмірге аяқ басып тұр ғой. Ұшқанда әрдайым қанаттары биік самғай берсін, бағындырар белестері көп болсын. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттан қас жауы деп бекер айтылмаған. Кез келген мектепте жанжалдар мен түсініспеушіліктер болады, бірақ бұл біздің мектебімізге қатысты емес. Осы салада қызмет атқарып жатқан директордың тәрбиесінің орынбасары Алиханова Хадиша апайға 11 сынып оқушылары алғыс білдіреді. Биылғы бітіруші түлектерге бір сөзбен тілек айтсаңыз, не айтар едіңіз дейді. Биылғы бітіруші түлектерге тек қана ОБТ-дан, ұлттық бірыңғай тесттен жоғарғы балл жинап, өздері армандағы мақсаттарына жетулерін айтар едім. Мектебіміздегі жан-жақты мұғалімдердің бірі Керімқұлова Гүлзат апай. Биылғы бітіруші түлекке болашағына сенімді болу үшін не қажет деп ойлайсыз? Биылғы бітіруші түлектерге болашағына сенімді болу үшін адам бірінші өзіне сенімді болу керек. Адам өзінің таңдап жатқан мамандығына сенімді болу керек. Сонда ғана сол мамандықты ары қарай өзі жетелеп, қызығушылықпен, соған аса қатты дайындықпен ұбт-дан жақсы балл жинап, ары қарай өз көрсеткішін көрсетеді және өмір бойына сол сенімділікпен таңдаған мамандығы бойынша ол жұмысын атқарып, жұмысын өте сүйіспеншілікпен атқарады деп сенемін. Бастауыш білімнің іргетасы, өмірдің алғашқы баспалдағы. Осы кезеңде бізге мейірім мен білім сыйлаған асыл жандарымыз бар. Ол бізде Жүнісбекова Қанағат апай мен Дәржанова Гүлзира апайлар. Осы апайларыма басым дейіп алғыс айтқым келеді. Мен 2014 жылы осы бітіріп атқан оқушыларды қабылдаған. Сол кезде ол оқушылардың бәрі өте бір керемет, ақылды болды барлығы, мейірімді болды. Сонымен енді биылғы жылы 2026 жылы 11-ді бітіріп кеткен түлектерім сол әдемі, ақылды, мейірімді болып, үлкен оқу орнына түсіп, бақытты өмір сүрсе деп тілеймін. Ал менің мына алдымда бүгін мектеп табалдырығын аттаған кішкентай ғана бүлдіршіндер ертең мектеп бітірген соң егеменді еліміздің бір тұлғасы, абай атамыз айтқандай бір кірпіші болып қаланатынына мен үлкен сеніммен қараймын. Біздің мектептегі ең талапшыл мұғалімдер ол Бексұлтан ағай и Ержан ағай. Мұғалім боламын деп жүрген жас түлекке кеңесіңіз қандай? Енді биылғы 2025-2026 оқу жылындағы мұғалімдік саласын таңдап отқан түлектерге айтар кеңесім ең бастысы жауапкершілік деп ойлаймын. Өйткені ол жерде қанша оқушының тағдыры, тәрбиесі сол мұғалімге жүктеледі. Және әр мұғалім өзі таңдаған пәннің жалпы көшбасшысы болу керек. Яғни сол түлектер өз пәнін 100% меңгеру керек деп мен өзім солай түсінемін. Биылғы бітіруші түлектердің қай әдеті бірден еске түседі? Жалпы мен бұл бітіруші түлектерге ең алғаш қателеспесем 7 сыныбында сабақ берген. Сол кезде тапсырма көптеу берген кезде ағай деген сөздер есіме түседі. Мектептегі ең жанашыр мұғалімдер Ұлмекен апай мен Абиболла ағай. Биылғы бітіруші түлекке өз мақсатын жоғалтпау үшін не маңызды? Әрине, біріншіден нақты жоспар, табандылық және өзіне сенімділік қажет. Мен үшін ең жақын мұғалімдер Мұхтар ағай мен Бақытжан ағай. Мұғалім боламын деп жүрген жас түлекке кеңесіңіз қандай деген сұрақ. Мұғалім боламын деген
жас түлекке айтар кеңесім, мұғалім деген мамандық бұл тек қана мамандық емес, мен өнер деп айтар едім. Өйткені оқушылармен тіл табысу, әрқандай уақыттарда, әртүрлі жағдайларда сол оқушылар түсіне білу, бұл кәдімгі үлкен өнерді қажет етеді. Сондықтан бірінші өнерді меңгергендей меңгеруіміз қажет. Және одан кейін ол міндетті түрде жаңа білім, жоғарғы оқу орнында, жақсы оқу орнында оқып келгеннен кейін арғап білімін сол мектеп саласында, сол білім саласында тәжірибелі ұстаздармен шәкірт жаңағы тәжірибе алмаса отырып жақсы маман болып шығады деп ойлаймын. Біздің бітіруші түлектердің ішінен жаңағы мұғалім мамандығын меңгеретін шәкірттеріміз өте көп. Бәріне сәттілік тілеймін. Мектепте сабақта ең жақсы түсіндіретін апай Сенбаева Айнұр апай. Биылғы бітіруші түлектерді бір мезгілмен сипаттасаңыз, қай мезгіл болар еді дейді. Биылғы бітіруші түлектерді бір мезгілмен сипаттайтын болсам, көктем мезгілдерін. Өйткені көктем өте адамға жақсы көңіл сыйлайды. Қыстан суық ауа райынан кейінгі көктемгі мезгіл өте әдемі болады ғой. Айналаның бәрі жап-жасыл, гүлденіп барлық нәрсенің оянатын кезі. Дәл сол секілді мен биылғы бітіруші түлектерді сол мезгілге теңер едім. Өйткені әрдайым жаңалыққа жаны құмар. Биылғы 11 класс басқа түлектерге қарағанда ерекшелігі. Жаңалыққа жаны құмар, ізденімпаз, білімге құштар. Енді сыныпта болады ғой, бәрі бірдей жақсы оқып кетпейді, бірақ сол төмен үлгерімі төмен оқушыларды өздеріне тарта біледі. Өзім ғана деп ойлап қоймайды, басқаларды да ойлап отыратын. Сондай көктем мезгілі секілді жадыраңқы әдемі мезгілге теңер едім. Біздің мектебіміздегі ең ізденімпаз мұғалім ол Балқия апай. Биылғы бітіруші түлекке нағыз жетістік дегенді қалай түсіндіресіз дейді. Нағыз жетістік деген ОБТ-дан Құдай қаласа 130 балдан кем алмау жетістік деп түсіндірем. Жалпы оқыған білімдеріңді ары қарай жалғастырып, мықты маман иесі болуға кеңес берем. Мектебіміздегі ең білікті маман Лесбеков Досшын ағай. Оқушының дарын ашатын мұғалім Нұрсұлу апай. Мен таңдаған сұрақ маған түскен. Биылғы бітіруші түлектер қандай бағытта үлкен жетістікке жетеді деп ойлайсыз? Себебі менің білуімдегі биылғы 11 сыныптар өте сондай белсенді, талапшыл, ынталары жақсы оқушылар болатын. Мен 9-шы А сыныпқа бергенге дейін өзімнің классымды айтатын болсам, ол класстың қыздар көп болатын бұл класста. Қандай ашық сабақ өтсек те, қандай іс-шара болсын, мектепте үлкен семинар болсын, өте жауапкершілікпен, үлкен дайындықпен келетін оқушылар. Бұл сыныптың қыздарынан ұлдары да өте сондай белсенді болатын. Әсіресе қыздардан күтетінім, бұлар әрбір кез келген саланың маманы болып, министрлік деңгейіне де жетеді деп сенім білдіре аламын. Себебі олар әсіресе Аруна, Фариза, Нұрсая, Сымбат, әсіресе осы төртеуі ТЖБ болады ертең, немесе ауызша алдын ала сұрақтар дайындалып келеміз десе бүкіл кітаптың ішін жаттап келетін. Бұндай жауапкершілігі мықты оқушылардың болашағынан бір саланың білікті басшысы болады деген сенім білдіре аламын. Бітіруші түлектерге сәт сапар ақ жол тілеймін. Мектебіміздегі ең шынайы мұғалімдер Спатаев Ержан ағай мен Ұлжан апа. Менің биылғы бітіруші түлектерге айтарым, қайда жүрсе де өзінің туып өскен ауылын, мектебінің абыройын асқақтатып, осы Қазақстанның белгілі азаматы болуына тілектеспін. Биылғы бітіруші түлектерге қандай ақыл кеңес берер едіңіз дейді. Сұрақ өте әдемі. Биылғы бітіруші түлектерге, негізі биылғы бітіруші түлектеріміз
өте тәрбиелі, өте қыздары ибалы, инабатты, жауапкершіліктері өте жоғары деңгейде. Ал оларға ақыл кеңесім, әрине олар енді мектепті бітіргеннен кейін үлкен өмірге түседі, үлкен жол бастайды, басқа ортаға түседі, басқа ортамен қарым-қатынас жасайды. Менің ақыл кеңесім әр қашанда мынау біздің ұлы ақынымыз Абай Құнанбаев атамыз айтпақшы, адам болу. Әр қашанда адами қасиеттерді жоғалтпай, өзіне әрқашан сенімді болып, білімді болса, адам өзіне сенімді болса, әрине ол кез келген жағдайдан шығып кетеді. Бірақ оның басты мақсаты бірінші ол әрине тәрбие тұр. Оқушыларымыз тәрбиелі болса, мінездері жақсы болса, кез келген ортаға ол адам сыйысып кетеді, кез келген ортамен жұмыс жасап кетеді. Сондықтан жаңағыдай тағы айтам, білімсіз алған, тәрбиесіз алған білім адамзаттың қас жауы дейді ғой. Сондықтан оқушыларымызға бірінші ол адам болыңдар деп айтам. Сабақты өмірмен байланыстырып өтетін Гүлжахан апай. Биылғы бітіруші түлектер қай пәнге көбірек қызығушылық танытты деген сұраққа жауап берсем, 27 оқушының 14-і биология, химия және биология, география таңдаған. Басым көпшілігі сол жаратылыстану бағытындағы пәнге қызығушылық танытты. Барлығына сәттілік тілеймін. Құдай қаласа, аңсаған өздерінің қалаған мамандықтарының иесі бола беруіне тілектеспін. Өз ісіне адал жандар, Ұлжан апай, Қазорт ағай, Жасұлан ағай. Биылғы бітіруші түлектердің қай ерекшеліктері есіңізде қалды? Биылғы бітіруші түлектердің ерекшеліктері өте көп болды. Өте ұйымшыл, кез келген іс-шараларға тиянақты қатысты. Сол есімде қалды мен. Сабақты қызықты етіп өткізетін мұғалімдер Гүлназ апай мен Гүлнар апай. Биылғы бітіруші түлекке қиындық кездескенде не істеу керек деп кеңес берер едіңіз дейді. Жалпы бұл сұраққа жауап беретін болсам, биылғы бітіруші түлектеріміз Құдай қаласа жақын уақыт қалды. Осы уақыттың арасында жақсылап мектепті бітіріп, абыроймен одан кейін өздерің таңдаған сүйікті мамандықтарыңа түсесіңдер, Құдай қаласа. Берер кеңесім, кейбір қиындықтар түскен кезде, қандай бір қиындық түссе де, өмірге көзқарастарың түзу болып, ол қиындықтардың барлығынан бір қырлы, бір сырлы болып өту сендерге өте маңызды. Себебі сендер қиындыққа төзу дегенді қалай түсінесіңдер? Біз мектепте сендерге 1-ші сыныптан 11-ші сыныптарға дейін тәрбие беріп келдік. Біріншіден сол тәрбиені сендер еске түсіресіңдер. Екіншіден сендерге берген білімдерімізді қандай, мысалы, бес алу үшін қаншалықты сендер әрекет жасайсыңдар үйде, сол яғни барлық нәрсенің үдесінен шығу үшін көптеген қиындықтарға төзу сендер үшін маңызды деп ойлаймын. Биылғы бітіруші түлектер сіз үшін қандай түске ұқсайды, неліктен олай дейді? Биылғы бітіруші түлектер мен үшін алтын түске ұқсайды. Себебі осы оқушылардың барлығы жарқырап тұрған жұлдыз сияқты сезінем. Оқушылардың алтын түс, ол жарқын болашақтың, мен үшін еңбектің, жетістіктің кілті. Болашақтары жарқын болсын, әрқайсының жетістіктерге жетсін. Құдай қаласа, ұлттық бірыңғай тесттен жоғарғы балл жинауына тілектеспін. Мектептегі ең креативті апайлар Бердіқұлова Гүлжан апай мен Айсбердиева Маржан апай. Менің таңдаған сұрағым, биылғы бітіруші түлектерді бір сөзбен қалай сипаттар едіңіз? Мен биылғы 11-ші сынып бітіруші түлектерін өте ұйымшыл, талапшыл, білімді деп сипаттар едім. Себебі бұл сыныпқа өзім 5-ші сыныптан бастап 9-ші сыныпқа дейін сабақ бердім.
бұл сыныптың оқушылары үнемі сабаққа дайындықпен бір-бірімен жаңа таласып, үй тапсырмасын үнемі қалдырмай орындайтын. Мен бұл оқушылардан үлкен жетістіктерге жететініне және биік белестерді бағындыратынына өте сенімдімін. Биылғы бітіруші түлектерге тек қана ақ жол, сәттілік тілеймін. Әрқашан жолдары ашық болсын, мынау ұшқан ұясын ешқашан ұмытпасын, сабақ берген ұстаздарына тек қана алғыс айтатын, сондай шәкірттердің бірі деп ойлаймын. Биылғы бітіруші түлектер өмірде қандай қасиетті жоғалтпауы керек дейді. Жалпы бұл биылғы түлектерге ғана қатысты емес, өмірде әрбір адам өзінің адамгершілік қасиетін жоғалтпау керек деп ойлаймын. Кез келген сәтте, кез келген жағдайда бірінші орында адамгершілікті ұмытпау керек сияқты. Себебі қай кезде болсын адамгершілік қасиетті үнемі адам баласы болған соң біз сондай жоғарыға қою керекпіз деп ойлаймын. Себебі әрбір мамандық иесі болса да, мысалға мейлі дәрігер болсын, мейлі балабақшада жаңағы тәрбиеші болсын, мейлі мұғалім болсын, өзінің жаңағы адамгершілігі басым болған жағдайда өзінің мамандығын жаңағыдай керемет алып жүреді деп ойлаймын. Мектебіміздің ұқыпты апайлары Динара апай және де Бейбіткүл апай, сосын Назира апай. Биылғы бітіруші түлектерге бір сөзбен тілек айтсаңыз, не айтар едіңіз? Биылғы бітіруші түлектерге армандарың асқақ, қадамдарың нық болсын, жолдарың ашық болсын дер едім. Биылғы бітіруші түлектерді көргенде алғаш қандай ой келеді дейді. Биылғы бітіруші түлектерге олар өте пейілді, тілалғыш мен үшін, және тәртіпті, тазалығы жақсы оқушылар болды. Осы биылғы бітіріп жатқан түлектерге сәт сапар тілеймін. Алдарына қойған мақсаттарына жетуіне тілектеспін. Биылғы бітіруші түлектерге кеңесіңіз қандай дейді? Биылғы бітіруші түлектерге қанаттарың талмасын, жолдарың ақ болсын, қадамдарың нық болсын, тек алға. Біздің мектебіміздің мейірімді ұстаздары Гүлбану апай, Күнсұлу апай, Бейсенбаев Айнұр апай. Биылғы бітіруші түлектерге арманына жету үшін қандай қасиет керек деп ойлайсыз? Табандылық керек, ізденіс керек. Биылғы бітіруші түлектердің ішінде сізге шабыт берген оқушылар болды ма? Әрине болды. Ол ішіндегі Хамид Фариза. Өйткені екеуміз бірге ғылыми жобамызды жаздық, 3 жыл бойы бірге келе жатырмыз. Бір-бірімізді түсінісіп, екеуміз тамаша жұмыс жасадық. Мен үшін көңілді мұғалімдер Құрманғазы ағай мен Сейдахан ағай. Бітіруші кластарға қандай сұрақ келіпті? Биылғы бітіруші түлектерден қандай естелік сақтап қалғыңыз келеді? Мен биылғы бітіруші түлектерден есте сақтап қалатын нәрсе осы қызықшылық өткен сәттері, сабақ үстінде қызықты сабақтан ойындар, видеороликтер, жасаған жұмыстары арқылы есте сақтап қалғым келіп тұр енді. Мен үшін ақкөңіл мұғалімдер Қанат ағай, Ерсін ағай, Ақерке апай. Биылғы бітіруші түлектердің болашағына қандай тілек айтасыз? Биылғы бітіруші түлектерге
ақ жол тілеймін. Құдай қаласа ұбт-дан өздерінің ойындағыдай балдарын жинап, өздері армандаған, алға қойған мақсаттарындағы оқуларына жете берсін, соған түсе берсін. Жолдары ашық болсын. Сәттілік. Менің биылғы бітіруші оқушы түлектеріме айтар тілегім, әр қыз баланың, ер баланың болсын, әрбір өзінің арманы болады дейді. Сол армандарына қол жеткізсе екен деп тілеймін. Мектебіміздегі ең қамқор апай Нұргүл апай. Биылғы бітіруші түлектердің болашағына қандай тілек айтасыз? Биылғы бітіріп атқан түлектерге мен айтар едім, алдағы келе жатқан ұбт-дан жоғарғы бал жинап, Құдай қаласа қалаған оқу орындарына түсіп кетуіне тілектеспін. Қалаған мамандық иелері болуына тілектеспін. Мектебіміздің тыныштығын қамтамасыз етіп отырған ол Ерболат ағай, сізге мың алғыс. Ерекше дауыс иесі Диана апай мен Ария апай. Биылғы бітіруші түлектерге қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Құрметті 2026 жылғы бітіруші түлектер, алдарында міне үлкен белестер тұр, асулар тұр. Солардан сүрінбей өтулеріне тілектеспін. Ең бірінші аянбай еңбек етіңдер. Алға қойған мақсат армандарыңа сүрінбей жетіп, тек қана ізденіс үстінде болуларына тілектеспін. Арманды қойып оған жету үшін тек қана еңбек етіңдер, уақытты бағалаңдар, қателесуден ешқашан қорықпаңдар. Ата-ана мен ұстаздардың үмітін ақтауды естеріңде ұстаңдар. Мектептен алған білімдерің ол сендердің тек қана білім жолындағы бастамаларың болып есептеледі. Үлкен өмір жолына басқан қадамдарында еш уақытта қателеспеуді тілеймін. Оқушылармен тез тіл табысатын Ақтөт апай. Ең мейірімді мұғалімдер Аян апай, Толғанай апай, Камил апай. Біздің мектебімізде қамқор, әрі мейірімді және әр оқушының жүрегіне орын алатын жандар бар. Олар бізде Абдуәлі ағай мен Камил апай. Мен оларға алғысым шексіз. Ағайыннан биылғы бітіруші түлектер, жолдарың болсын, үздік грантқа түсе беріңдер, дендеріңіз сау болсын, үлкен қыз азамат болып өсе беріңдер, дендеріңіз үлкен белестерден көріне беріңдер. Құрметті жас түлектер, мынау ұшайын деп тұрған мынау ұяларыңнан қанаттарың алысқа самғасын, дендеріңіз сау болсын, мынау армандап аңсап жүрген армандарыңыз жете беріңдер. Грант иесі болыңдар. Құдай қаласа ұбт-дан жақсы 140 балл жинап, грант иесі болуға тілектеспін. Мен үшін жанашыр апайлар Гүлімхан апай мен Перизат апай. Мектебімізде үнемі мотивация беріп жүретін Әділбаев Досжан ағай. Болды ма, дайын ба? Алдым. Биылғы бітіруші түлектер сіз үшін қандай естелік қалады дейді. Биылғы бітіруші түлектер мен үшін енді естелік әр оқу жылы бітірушілердің орны, әр қайсының орны бар. Биыл өз ерекше жыл. 11-ші сынып үлкен өмірге қадам басқалы тұр. Активтер көп биылғы 11-ші бітіруші сыныптардың арасында. Сол жағымен де есте қалады. Тек сәттілік, жақсылық тілеймін бұларды. Үлкен белестен көрінгенін қалаймын.